Бурабай көлінің қақ ортасында Жұмбақтас деп аталатын ғаламат сырлы жартас тұр. Ол күллі солтүстік Қазақстандағы осынау аса көркем орынның символы деп есептеледі. Егер жартасқа шығыстан көз салсаң, шашы желмен созыла желбіреген сұлу қызды қырынан көргендей боласың. Ал оған егер батыстан қарасаң, көзіңе құс тұмсық жалмауыз кемпір шалынады. Осындай қызықтас. Бұл орынға байланысты мынандай бір аңыз бар. Әңгімешілер ертеде бір байдың сұлу қызы болғанын айтады. Оған көптеген күшті де бай жігіт бірінен соң бірі келіп құда түскен екен. Бірақ қыз бір кедей жігітті жақсы көріпті. Алайда олардың некелесуіне қыздың әкесі қарсы болады. Сондықтан ғашықтар түн жамылып бірге қашып кетуге уағдаласқан көрінеді. Сөйтіп олар түнде үйлерінен жасырын шығып келіп, қайыққа мінді. Міне, жағадан айдынға жүзіп шығып үлгерді. Осы кезде соңдарынан қуғын жетеді де, суға тіреліп тұрып қалады. Сонда көл ортасына барып қалған қашқындарды қыздың әкесінің қуғыншылары садақпен ата бастайды. Зу-зу ұшқан жебелер жігіттің жүрегіне қадалады да, ол қаза табады. Ал қыз қайғыдан өзін суға тастайды. Көлге құлап түседі де жартасқа айналады.